Қауіп айтып келмейді. Көрші елдерде бейбітшіліктен береке кеткен тұста әскери жасақтың тас түйін дайындығы қажет. Ақтау гарнизонындағы оймашы полигонында 30-дан астам экипаж Т-72 танктерінің қару-жарағымен штаттық атыстар өткізді. Әскери жаттығулардың басты мақсаты экипаждың әрбір мүшесінің шеберлігі мен кәсібилігін шыңдау. Экипаждар бақылау атыстарының бірінші жаттығуын орындады. Оның барысында шартты танктер бойынша 1600 метр қашықтықтан, танкіге қарсы қол гранатометімен 700 метр қашықтыққа және автомобильде 900 метрге дейінгі қашықтықтан 30 қарумен оқ атылды. Бұл жаттығулар белгіленген уақытқа сәйкес қатаң орындалды. Сонымен қатар танкистер бірнеше оқу орындарында нормативтерді пысықтады. Планы боевой подготовки танкового батальона. Атыс нәтижесі бойынша танкистер жақсы нәтиже көрсетті. Олар өз мамандықтары бойынша құнды тәжірибе жинады. Айта кету керек, жаттығу санитарлық эпидемиологиялық талаптарды қатаң сақтай отырып жүргізілді. Атыс қорытындысы бойынша бірінші танк ротасы үздік нәтиже көрсетті. Олар барлық ережелерді ұтымды әрі жылдам орындап, діттеген мақсатқа қол жеткізді деген баға берілді. Бүгін 25-744 әскери бөлімінің оймаша оқу жаттығу полигонында танк батальонының жеке құрамымен штаттық бақылау ату жаттығу өткізілді. Атыс қорытындысы бойынша жеке құрам үздік нәтижелер көрсетті. Экипаждар барлық тиісті нормативтерді сапалы әрі жылдам орындап, нысаналардың көзін жойды. Т-72 танкісінің қару-жарағынан штаттық атыс жылына 2 рет өткізіледі. Полигон танктерінің нағыз кәсіби шеберлігін көрсететін алаң. Танк атысының күшін сезіну, ұрыс машинасының іс-қимыл қабілетін көру тәжірибені шыңдауға сеп болады. Теңіз жаяу әскері жасағының танкерлері жыл сайын қарулы күштердің үздік танк экипаждарының шелісінде Қазақстанда таныстыра отырып, әскери халықаралық ойындарға қатысады. Жансай Оразбай, Әйгерім Иманбаева, жаңалықтар.